Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз дүниежүзілік тарихы пәні. Сіздерге бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын мына картаға назар аударыңыздар. Қай мемлекеттердің картасын көріп тұрсыздар? Италия, сосын Германия мемлекеттерін. Енді бүгінгі сабақ тақырыбы қандай мемлекеттер туралы болмақ? Германия мен Италия. Өте жақсы. Сабақта қандай мәселелер қаралуы мүмкін? Саяси экономикалық мәселелер қаралуы мүмкін. Жақсы, бүгінгі тақырыпты жазып қоямыз. Күннің жартысымен дәптерлерімізге. Италия және Германияның бірігуі. Қаншалықты бір-біріне ұқсас болмады. Енді сабағымыздың мақсатымен таныс боламыз. Сабақта оқу мақсаты әртүрлі елдердің бір уақыт кезеңіндегі тарихи оқиғаларын салыстыру арқылы ұлттық мемлекеттердің, яғни Италия мен Германияның қалыптасу маңызын анықтау. Екінші, тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін либерализм, консерватизм, социализм, марксизм, ұлтшылдық ұғымдарын қолдану. Яғни осы мақсатқа жету үшін біздер тапсырмалар орындайтын боламыз. Бағалау критерийіне келетін болсақ, мәтінде екі мемлекеттің бірігу кедергілерінің ұқсастығы мен айырмашылығын анықтап кестеге толтырамыз. Оқушылар Италия мемлекетінің бірігуіне қатысты сұрақты топта талқылаймыз және Отто фон Бисмарктың айтқан сөзін, яғни цитаталарын топта талқылайтын боламыз. Термин сөздерді жазып аламыз. Рисорджименто, оң қанат, сол қанат, консерватизм, демократия, бірігу, еркіндігі, тәуелсіз сот, ұлттық мемлекет, социализм, конфедерация. Кезер жазып алайық. Жақсы, жазып болсақ, ары қарай. Жалпы Батыс Еуропадағы орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуының себептерін алғышарттары. Өндірістік күштердің тез дамуы, яғни мануфактураның пайда болуы, ел аймақтардың өзара экономикалық байланыс қатысуы мен тауар ақша айналымының дамуы, сыртқы сауданың дамуы, ұлы географиялық жаңалықтардың әсері, феодалдармен күресте өз биліктерін қолдарына алған қалалардың қолдауы және халықтың көшпелілігінің бір орталықтандырылған билікке құштарлығы, ұқсас және орташа ауқатты феодалдар, шіркеу қала тұрғындары, шаруалар болып келеді. Әрі қарай 1848-49 жылдардағы төңкеріс Германияның бір орталыққа бірігуінің екі жолы бар. Бірінші, төменнен бірігу, бұл дұрыс емес дейді. Яғни жоғарыдан бірігу болып саналады. Келесі 1849-1877 жылдары Италияның бірігуі үшін күрестің үшінші кезеңі. Революцияның басып тастағаннан кейін конституциялық парламенттік құрылысты сақтап қалған бір ғана Сардиния корольдігі Италияның бір орталыққа бірігуі үшін күрес жүргізеді. Яғни Виктор Эммануэл Сардиния корольдігінің королі, үкімет басшысы кім деді? Капур деген кісі. Но Италияның картасы неге ұқсайды? Етке ұқсас болып келеді. Өте жақсы. Енді Отто Бисмарк туралы, яғни Пруссия канцлері ол өзінің алдына қойған басты мақсатына жетуге ұмтылды дейді. Алдына қойған мақсаты Германия халқын біріктіру еді. Халық оған темір канцлер деген атақ берген дейді. Яғни күшті әрқашан жеңеді деген қағиданы ұстанған дейді. Бисмарк парламентте сөйлеген кезінде. Пруссия шекарасы Вен трактатына сай мемлекеттің толыққан өмір сүруіне қайшы келеді.
Қазіргі заманның мәселелері сөз бен қаулы арқылы шешілмейді. Ол қанмен және темірмен шешіледі деген пікір айтқан екен. Жалпы тақырып түсінікті ғой, иә? Енді сіздерге қазір тапсырма беріледі мәтінмен жұмыс жексу әдісі бойынша. Топтық жұмыс. Оқулықтарыңыздағы тақырыптар бойынша топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топқа Германияның саяси және әлеуметтік экономикалық жағдайы және елді біріктіру. Екінші топқа капитализмнің германдық нұсқасы. Үшінші топқа Италияның саяси экономикалық дамуы. Осы тақырыптар бойынша постерлеріңізді қорғаймыздар. Үшінші топ бірінші топқа барып түсіндіреміз өзіміздің жазғанымызды. Екінші топ бірінші топ екінші топқа барып түсіндіреміз. Екінші топ үшінші топқа барып өздерінің жұмыстарын түсіндіреді. Жақсы, болып қалған сияқты, иә? Ал тапсырмаңыз болдық па? Жақсы, енді қазір орындаған тапсырмаңызды бірінші топ, үшінші топқа, үшінші топ, екінші топқа, екінші топ, бірінші топқа түсіндіреміз. Келе ойыңыз. Өзіңіздің жазғаныңызды осы тақырып бойынша. Жақсы. Ya, awal tahun. Olduk mu? Yine alsa koyayım. Жақсы, орындарыңызға бара
бағалап жіберіңіз өзіңіздің ойыңызбен. Бірінші топта бізге келген олар Германияның саяси және әлеуметтік экономикалық жағдайы және елді біріктіру тақырыбын керемет түсіндірді. Жақсы. Үшінші топта бізге келген Гүлназ Италияның саяси экономикалық дамуын тамаша түсіндірді. Өте жақсы. Және әлеуметтік экономикалық жағдайын және елді біріктіру жақсы түсіндірді. Жақсы. Екінші. Айымгүл капитализмнің германдық нұсқасын жақсы түсіндірді. Өте жақсы. Енді сіздер айта қойыңыздар. Айта ғой. Біздің топқа келген Гүлназ бен Айымгүл өздерінің тақырыптарын өте керемет түсіндірді және жаңа ақпарат алды. Жақсы. Отыра қойыңыз. Жалпы жіксу әдісі бойынша тақырыптарды түсіндік пе? Тоқтатсырмаға кезек береміз. Әр партадан келіп өздеріңіздің тапсырмаларын алып кете қойыңыздар. Енді бір-бірден отырған оқушы сіз мына жерге отыра қойыңыз. Бірін жауап береміз. Екі сұрақтан ауызша жауап бере қоямыз. Ал енді сұрақтарды білдіргендер бар ма? Айта ғой, жақсы. Вена конгресінің актісімен Герман одағы қай жылы құрылды? Вена конгресінің актісімен Герман одағы 1815 жылы маусымда құрылды. Жақсы. Екінші сұрақ. Париждегі көтеріліс қай жылдары пайда болды? Париждегі көтеріліс 1948 жылы 22-24 ақпанда. Өте жақсы. Тағы кім болып келді? Герман одағына кірген ерікті қаланың аты Гамбург, Бремен, Цюрих, Майндағы Франкфурт. Германияның экономикалық қарқынды дамуы қай жылдары байқалды? 50-60 жылдар байқалды. Жақсы. Тағы. Айта ғой. Герман одағы қай жылы құрылды? 1815 жылы Герман одағы құрылған. Екінші сұрақ. Герман одағындағы 4 ерікті қаланы атады. Айта ғой. Гамбург, Бремен, Люблин мен Майндағы Франкфурт. Өте жақсы. Майндағы Франкфурт. Тағы кім болып? Айта ғой. Қай жылы Германияның бірігу мәселесі бойынша келісушіліктер салдарынан консервациясы армия құрамына шығып кетті? 1866 жылы. Жақсы. Екінші сұрақ. Айта ғой. Ұлттық либералдық партия қай жылы құрылды? 1867 жылы ұлттық либералдық партия құрылған екен. Өте жақсы. Енді неше жұп қалды? 2 жұп қалды. Айта ғой. Төрт ерікті қаланы атайды. Гамбург, Бремен, Люблин, Майндағы Франкфурт. Жақсы. Екінші. Германияның бірнеше ірі партиялары қай ғасырда қалыптасты? 19 ғасырда қалыптасты. Жақсы. 19 ғасырда партиялар қалыптасқан. Соңғы. Ал айта ғой. Неміс одағы қашан құрылды? 1835 жылы. Өте тапсырмаға өте жақсы атсалыстық. Рахмет сіздерге. Сабақты қорытындылау мақсатында сіздерге сұрақ. Италия және Германияның бірігу жолдары қаншалықты бір-біріне ұқсас болмады? Кем дегенде өз ойларını екі сөйлеммен түйіндеңіздер. Екі сөйлеммен түйінді дедім. Отып қоя. Ал кім айтады екен? Айта қойыңдар. Германия орталығында ұлттық Германия мемлекет пайда болды. Ол Германия империясы. Өте жақсы. Тағы. Италияның бір орталыққа бірігуіне арқасында мәселе шешілді. Жақсы. Тағы қосаларыңыздар ма?
сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Қазір сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия. Мына параққа, яғни мен белсенді қатыстым, нысана әдісі бойынша кері байланыс береміз. Маған қызықты болды, маған түсінікті болды және жаңа ақпарат алдым деп тапсырыстар, стикерлер беремін. Кімге қай нысана ұнап тұр болса жазыра береміз. Ашылады таусырынды. Жақсы. Бәріміз болдық қой, иә? Енді бүгінгі сабақта жақсы мәлімет алды деп ойлаймын. Яғни егер тапсырма осы тақырыпты оқып келеміз. Бүгінгі сабаққа қатысқан оқушыларды 7, 8, 9, 10 деген балдық жүйемен бағалайтын боламын. Бірінші топта енді барлығыңыздар сабаққа жақсы қатыстыңыздар ғой, аттарыңызды атамай-ақ қояйын. Түгел оқушыларды 7, 8, 9, 10 деген балдық жүйемен бағалайтын боламын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.